Жиренше шешен жолаушы келе жатып, бір ауылдың тұсына келсе, ауылмен екі арада өзен суы тұрған соң өткенін біле алмай сасып тұрғанда, судың ар жағынан су алуға шелекпен бір қыз келді дейді. Жиренше дауыстап сұрады. Сұлуым, бұл өзеннің өткелі қайда? Анау жақта бір өткел бар алыс, алыста болса жақын. Берірек бір өткел бар жақын, жақында болса алыс. Мұның не сөз екенін аңғармай, Жиренше жақын деген өткелге барып жүріп кетіп еді. Судың орта жеріне барғанда аты омбылап жығылып, үсті басы бұлғанып, азар-мазар қайтып шықты. Сонан соң алыста болса жақын деген өткелге барып, оп-оңай ар жақтағы қыздың үйіне келді. Ассалаумағалейкум. Үйде ме кім? Төрлетіңіз, келіңіз. Үйіне кіріп отырған соң Жиренше қызға қарап. Қалқам, қарным ашып алыстан келем, тамағының тәттісін ал кел. Бір тамақ бар ащы, ащы да болса тұщы. Бір тамақ бар тұщы, тұщы да болса ащы. Ащы да болса тәтті деген тамағыңды келтір қара. Қыз тұрып, шанаштан бір уыс тұз алып, бір аяқшаға салып, Жиреншенің алдына қойды. Жиренше мұны көріп. Қалқам, бұл қара тұзды мен қалай жеймін? Қазір, тағы барын көрейін. Сонда қыз үндемей, тұзы жоқ қара көже құйып берді. Жиренше өзі де данышпан ақылды кісі, ойлап отырып, бұл сөздерге түсінді. Және өзінің үй иесінің берген мәзірін күтпей, тәтті тамағыңды бер деп сұрағанына ұялды. Сол істерінен Жиренше қыздың есті қыз екенін аңғарып, ақырында өзіне қатындыққа айттырып алды дейді. Қыздың аты Қарашаш сұлу. Жұртқа белгілі көркем, данышпан болған соң, замандағы қан күндеп Жиреншемен қас болды. Бір күні ханның көңілі шапқан соң, аспазшылар алдына бір қас пісіріп алып келіп қойысты. Жиренше қасында отыр екен, хан оған бұйырды. Бәйбіше, Жиренше келіп қапты. Анау қазды алдыр. Қазды алып кел. Ал Жиренше, мынау алдыңа қаз қойдық. Оны теңдей қылып, бірін мынау өзіме, екіншісін ханымға, одан кейін екі ұлыма және өзіңе қылып, бірін артып, бірін кем қылмай теңдей бөлерсің. Егерде біреуіне артып кетіп жатса, басыңды алармын. Жарайды. Тақсыр, сіз біздің басымызсыз. Сондықтан мынау сізге бас. Хан ханымсыз болмас, ханым хансыз болмас. Құс мойынсыз болмас дегендей, ханым сіздің мойныңыз, мына мойын ханымға. Сөзін еткен шешен еді. Ал мына екі жігіт сіздің екі ұлыңыз, сіздің екі қанатыңыз. Мына екі қанат осыларға тәттірек. Ал мен өзім тақсыр басты емес, аяқты емес. Орташа жүрген адаммын. Сондықтан қаз ортасы өзіме лайық. Екі күн өткен соң Жиренше ханды жан-жаранымен қонаққа шақырды. Хан да, жасауылдары да, Жиренше бізді немен сыйлар екен, көрейік деп келіптіміз. Сыйғаны үйге кіріп, сыймағанына далада киіз жайып, тегіс отырып болған соң, Қарашаш сұлу өзі тұрып, ханның алдына бір аяқшаға салған аз ғана сүт қаймақты келтіріп қойды. Бәйбіше, хан иеміз келді, дәм тұзыңдан әкеліңіз. Хан шынашағымен ғана қаймақтан аузына алып салып еді. Бұл қаймақ ханның өмірінде жеп көрмеген артықша бір тәтті дәм, және сол шынашағымен бір-екі рет алып жегенде тойып та қалды. Ханнан қалғанын қасындағы жақсыларына беріп, үй ішіндегі жан біткеннің бәрі де не тамақ екен деп аз-аздан алып дәмін татысты. Аттанар уақытта хан Қарашаш сұлудан сұрады. Сұлуым, мына берген тамағың не тамақ? Дәмі тілі үйреді екен. Аспазшыларыма айтайын, осыны үйретіп жіберсең.
Тақсыр, сіз білесіз біздің жарлы екенімізді. Ерім сізді жақсыларымен қонақ етуге ниет еткен соң, не тамақ жасарымды білмей ұзақ ойландым. Ақырында тамақтың ең дәмдісі ананың сүті екен. Себебі бала 5-6 жасқа келгенше ананың сүтімен қоректенеді екен. Сондықтан сізге ананың сүтімен қаймақ жасап әкелдім. Хап! Не дейді? Мұнан соң бірнеше күн өткен соң хан жиреншені шақырып алып, қиянат істерімді кешіңіз деп өтініп, көп мал сыйлаған екен.